Саламатсыздар ма? Мен дәрігер эндокринолог Айнұр Қосболғызы болам. Бүгінгі тақырыпта біз қант диабетінің екінші типі кезіндегі физикалық жүктемемен танысамыз. Жалпы осыдан алдыңғы видеороликтерде біз қант диабеті емдеудің негізгі принциптерімен танысып өткен болатынбыз. Кішкене тоқталсақ, ол ең алдымен дұрыс тағайындалған дәрі-дәрмек, ол диабет мектебін оқу, ол дұрыс тамақтану және физикалық жүктеме. Бүгін физикалық жүктемеге толығырақ тоқталатын боламыз. Жалпы физикалық жүктеменің пайдасы неде деген сұрақ қойылатын болса, біріншіден қандағы қант деңгейі физикалық жүктеменің арқасында төмендейді. Егер тұрақты физикалық белсенділікпен айналысатын болсаңдар, жасушалардың инсулинге сезімталдығы арта түседі. Салмақты тастауға ықпал етеді, жүрек қан тамыр жүйесіне оң әсер етеді және де күш пен төзімділікті арттырады. Яғни біз барлық ағзаның функцияларын физикалық жүктемені жасау арқылы жақсарта түсеміз. Физикалық жүктеменің түрлеріне келетін болсақ, бұл анаэробты және де аэробты жүктеме деп бөлінеді. Аэробты жүктеме түрлеріне біз жаяу жүру, скандинавиялық жүру, жүгіру, жүзу, велосипед, тауға шығару және де биді жатқызамыз. Аэробты жаттығу түрін біз күнделікті жаттығуларға да қосуымызға болады. Яғни баспалдақпен көтерілу, жаяу жүру, бақшада жұмыс жасау, үйді, есік алдын тазалау да физикалық жүктемеге кіреді. Анаэробты жаттығу түрлері бұлар көп жағдайда кәсіби айналысатын спорт түріне жатқызылады. Яғни бұл ауыр атлетикасы, қысқа дистанцияға жүгіру, гантель көтеру, бодибилдинг сияқтылар жатады. Жалпы физикалық жүктеме әр пациент үшін жеке таңдалады. Яғни ең алдымен біз пациенттің жасына көңіл бөлеміз. Екінші, қант диабетінің асқынулары бар жоғына. Асқынулар болса қандай және де қандай физикалық жүктемемен айналысуға болатындығы жөнінде. Үшінші, қосымша аурулары қандай бар. Мысалы ретінде жүрек қан тамыр аурулары бар ма, қан қысымының көтерілуі, жүректің ишемиялық аурулары бар жоқтығына көңіл бөлеміз. Төртінші, пациенттің өзіндік төзімділігіне көңіл бөлінеді. Физикалық белсенділікке қарсы көрсеткіштер бар. Бұл ең алдымен бақыланбайтын қан қысымы, яғни дәрі-дәрмектің ішпеуі және де науқастың қан қысымын өзі бақыланбауы. Және де жоғарыда айтылғандай жүректің ишемиялық аурулары бар болса. Физикалық белсенділікке тағы да қарсы көрсеткіш ол қант деңгейінің 13 миллимоль на литрдан жоғары болса. Бұндай деңгейде физикалық жүктемемен сіздер айналысатын болсаңыз, кетон шығу қаупі өте жоғары болады. Сонымен қоса физикалық белсенділікті тоқтату керек, егер науқас өзін жайсыз сезінсе, егер зәріңізде ацетон болатын болса, қант деңгейі көтерілсе, немесе қант деңгейі төмен болатын болса, физикалық жүктілікке белсенділікпен. Жалпы қант диабетімен ауыратын болсаңыз, күніне қанша рет жаттығу жасау керек деген сұрақ міндетті түрде туындайды. Ол сұраққа уже жауап табылған. Яғни физикалық жүктіліктің ұзақтығы аптасына 150 минут болу керек. Ол ұзақ көрінгенмен бөлетін болсақ, 30 минуттан аптасына 5 рет шұғылдану қажет. Былай қарап тұрсаңыз, ол барлығының қолынан келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша әрбір науқас аптасына 3-4 рет 30-60 минуттан төзімділікті арттыратын жаттығулар жасау керек, аптасына 2 рет күшті арттыратын жаттығулар жасау қажет. Жаттығуларды қашан жасау қажет деген сұрақ туындаған кезде міндетті түрде тамақтанғаннан кейін жарты немесе 2 сағаттан кейін бастау керек. Жаттығу міндетті түрде аш қарынға және де бірден тоқ қарынға жасалынбайды. Неліктен? Себебі науқаста гипогликемия туындауы мүмкін. Гипогликемия деген не деген сұрақ сізде туындаса, жоғарыда сілтеме пайда болады. Сол сілтемені басу арқылы гипогликемия және де толық ақпарат ала аласыз. Жалпы біздің физикалық жүктеме кезіндегі гипогликемия неліктен пайда болады деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл ең алдымен бұлшықеттер инсулинге өте сезімтал. Бұлшықетпен біз жұмыс істеп бастаған кезде қандағы глюкозаны бұлшықет тез сіңіреді. Соның есебінен гипогликемия жағдайы туындайды. Гипогликемияны болдырмаудың негізгі ережелері ең алдымен физикалық жүктеменің алдында глюкозаның деңгейін анықтап алу қажет. Егер глюкозаның деңгейі 6 миллимоль на литрдан төмен болатын болса, міндетті түрде жаттығу алдында немесе кезінде 1-2 нан бірлігі бойынша тез сіңетін көмірсуларды қабылдаған жөн. Глюкозаны жиі жаттығу барысында бақылап тұрғаныңыз жөн. Және де міндетті түрде тренерге диабетіңіз бар екендігін хабарлауыңыз қажет. Спортпен шұғылданар алдында сіздің глюкоза деңгейіңіз 7 және де 10 миллимоль болғаны дұрыс. Жалпы глюкоза деңгейіне келетін болсақ,
Егер сіздің қант деңгейіңіз глюкометр бойынша 5 миллимоль на литрден төмен болатын болса, көмірсу қабылдау және де жаттығуды уақытша қантыңыздың деңгейі көтерілем дегенше тоқтата тұру. Егер қант деңгейі 3 миллимоль на литрден төмен болатын болса, физикалық белсенділіктен толықтай бас тарта тұру қажет осы уақыт аралығында. Глюкоза деңгейі егер 13 миллимоль литрдан жоғары болатын болса, міндетті түрде кетонды тексеріп, шешім қабылдау қажет. Неліктен қант жоғары әрі қарай физикалық жүктемені жалғастыру қажет па, қажет емес екендігі жөнінде. Физикалық жүктеме орындаудың шарттары бар өзіндік. Ең бірінші, жеңіл жаттығудан бастау маңызды, денені қыздырып. Екінші, қарқындылықты жайлап арттыруыңыз қажет. Үшінші, тым ауыр күш түсіруден аулақ болыңыздар. Төртінші, міндетті түрде қант деңгейін бақылау арқылы қолыңызда қант болу керек. Егер гипогликемия болған жағдайда қантты сіз қабылдауыңыз қажет. Жаттығуды қандай жағдайда тоқтату керек? Ең алдымен, егер әлсіздік сезімі пайда болса, бас айналу, дірілдеу, қалтырау, жиі тыныс алу, қан қысымының жоғарылауы, жүрек аймағында ауырсыну болса, міндетті түрде жаттығумен айналысуды тоқтатып, жағдайыңыз жақсарғанға дейін бақылап, қанттың деңгейін тексеріп, егер жағдай мүшкіл болатын болса, қасыңыздағы тренерге, қасыңыздағы адамдарға айтып, және жедел жәрдемді шақырған дұрыс. Спортты қалай бастау керек? Бірінші қадам, міндетті түрде дәрігерден консультация алу қажет. Екінші қадам, өзіңізге ұнайтын спорттың түрін таңдаңыздар. Үшінші қадам, мақсат қойыңыздар. Аптасына 3 реттен 10 минуттық серуендеуден немесе жаттығудан бастаңыз. Егер ата-ағалар, әжелер, аталар болатын болса, мен тез шаршап қалам дейтін, 30 минуттық жаттығуды бір мезетте жасаудың қажеттілігі жоқ. Яғни сіз 10 минут жүріп, 15 минут демалсаңыз болады, 10 минуттық жаттығуды күн арасына бөліп тастасаңыз болады. Мақсатыңызға жеткеннен кейін ұзақтығы мен санын көбейтсеңіз болады. Төртінші қадам, физикалық белсенділік міндетті түрде тұрақты болуы қажет. Яғни сіздегі физикалық белсенділік ол бір реттік акция болмауы керек. Мысалға, қарапайым эскалатордың орнына баспалдақпен көтерілу, бақшада жұмыс жасау, күнделікті итпен серуендеудің өзі физикалық белсенділікке жатады. Егер сіз соны рутинаға айналдыратын болсаңыз, сізде физикалық белсенділікке деген төзімділік те арта түседі, сізде жүрек қан тамырлары асқынуды азаяды, қантыңыздың деңгейі де төмендейді. Бірнеше результатты бір ғана физикалық белсенділікті қосу арқылы ала аласыздар. Ал сіздердің өміріңізде қандай физикалық белсенділік және спорт түрлері бар? Төмендегі комментарияға жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.